әмсе қабыл болады. Үлкен кісілер айтып отыратын, өлсек әулиелердің жанына қой деп. Себебі не? Әулиеден шапағат дейді. Әулиелерден шапағат болады. Ол жерде көр азабы деген болмайды деп отыратын. Әулиелерден. Сол үлкен әулие кісілердің, осындай мысалы, қазір мен осы жерде отырмын, 40 жылға жуық мемлекеттің қызметін істедім. Немерелімін, шөберелімін, балашағам бар, әжептеуір. Мен болашағына алаңдаулымын, шындығын айтқан уақытта. Халықтан, ақсақалдардан осы жерден сұрасаң, осы өлгенде мал сойылмасын, ас берілмесін. Сонда ертеңгі күні біздің қазанымыз қаңырап, үйіміз жұтап тұру керек пе сонда? Өлдің бітті, әлгі қазақта не бар еді? Өлдің мамай қор болдың деген мақал. Сол айтқанда, өлдің мамай қор болдың деген, сол қор болып, сол жата береміз бе сонда? Сонда ата-бабамның арт жамыздағы бала-шағам, менің ұрпағым, бәрі ертеңгі күні сонда келіп, менің еңбегім жоқ, менің сонда осыларды асыраған, өсірген еңбегім қаяқта қалады? Тура ма? Осылардың барлығы мені ұрпағым, мен ертең еске алып тұрмаса, артымнан менің Құран оқытып тұрмаса, мен сонда өмірді босқа сүрген болып есептелемін. Міне осы. Барлығы қабылы бар. Мысалы, осыдан 3 жыл бұрын Қазақстан мүфтиятынан келіп, Әбсәтар қажының өзі айтқан, думандардан 70 адам Ауғанстан мен Пәкістанда дін қуалап жүрді. Неге жүр олар? Қазақстанның өзінің мешіті бар, медресесі бар. Неге осы жерден оқымайды? Әлгі қазақта мақал бар, жақсы көретін балаңды базарға жіберме деген. Енді сол базар деген сол кезде мысалы өте аяқ қулардың жүретін кезде аңқау қазақ сөйтіп ойлаған шығар. Қазір енді балаларды базар емес, ойбай дін оқуын оқиды деп Арабияға жібереміз, Египетке жібереміз, Ауғанстанға жаңағы кетіп жатыр мысалы. Соны неге біз сондай мысалы болашағымызды біз өзімізді оқытып, өзіміздің ата дәстүр дініміз бар. Аталарымыздың, бабаларымыздың, Абайдың, Шәкәрімнің, Мәшһүрдің, басқа да өзіміздің жаңағы үш биіміздің, солардың айтып кеткен ғұлама сөздерімен тәрбиелеп, болашақ ұрпағымызды сондай ата салт дәстүрге тәрбиелеуіміз керек қой. Біз маған Каирдің, Египеттің керегіне Мысырда мысалы. Мысырдың арабтың дінінің, несінің, салтының. Арабтың, Сауд Арабиясының салтының керегіне маған Саудтағы арабтардың. Маған осы жердегі қазағымның дәстүр салтына қанығып, соның нәрінен, тамырынан нәр алып өскен ұрпақ осы дінді ұстаса деп ойлаймын. Ата-бабаның дәстүрін, салтын ұстаса екен деп ойлаймын. Жаңа жақсы. Жаңа айтып отқаным, жаңа Ауғанстанда дүнгендер оқиды дегеніміз. Дүнген деген алақандай халық мына ортамызда отыр. Осы Қордай ауданында алақандай ғана халық. Әр ауылында 15-те мешіт бар. Сол мешіттерінде мысалы қаншама жұмыстар жүріп жатыр, бір Алла білсін. Бірақ бір-біріне мейірімсіз қазақы мысалы сол жерде тұрған дүнген халқы мысалы осы Совет өкіметінің өзін айтайын, содан бері 70 жыл, мына тәуелсіздіктен бері 20 жыл Қазақстанда, одан бұрын қаншадан бері тұр, 100 жылдан аса тұр. Біздің дінімізді үйренгісі келмейді, тілімізді үйренгісі келмейді. Өздерінің жаңа дәстүр салтын сақтағанға біз қарсылығымыз жоқ. Анау ақшаны Қырғызстанның солымен жүреді. Дінді барып жаңа Ауғанстаннан, Пәкістаннан үйренеді. Келіп солар дауға шығып, аяғында басында сәлде, аяғында жаңа айтып отырмын, пластмасс аяқ киімі, келіп маған дін үйреткісі келеді. Келді мен айдап шықтым. Мен дедім, ля иляха иллаллах, менің ана кішкентай 5 жастағы баламды біледі. Сен мен қазақ дінсіз деп ойлап келдің. Осы мен анау әкім болып тұрғанда, осы мешітті контроль қалып, осы сол дауғатшы дегендер ауданнан да айтылған болады. Ауданның әкімшілігінен. Дауғатшылар жолатпайтынбыз аты жөнін жоқ. Қазір тағы да қаптап жүр. Солардың бәріне бір тоқтау болу керек. Тоқтату керек. Осыны Қазақстан мүфтияты істеу керек. Оны істейтін кәдім Қазақстанның мүфтиятында пәтуа айтатын адам, қазақтың дінін салтын білетін адам болу керек. Ана отырған шешен емес. Фәмінесіңіз жаңа? Алсабеков. Қазаққа пәтуа айтатын қазақ болу керек. Қазақтың дініне, ата салты дәстүр дініне. Біз қайдадағы шешенің пәтуа айтқанын келе жоқ. Осының бәрі алаңдатады бізді. Алаңдаулымыз. Осы ауылдың любойынан сұра, айналайын, ата салты дәстүріне қарсысың ба? Қазір жағаңнан ала түседі. Мен ата-баба мәрбағында сенің шаруан едім. Қазір біз шошып қалдық, өте шошып қалдық. Мына жағдайдан кейін, мына баланың өлімінен өте шошып қалдық. Халық өте ренжулі, мысалы, халық өте қиын жағдайда өтті. Мына Қордайдың ауданында. Мысалы, мешітке бармайды емес, бәрі барады.
Бәрі жұма намазға барады, басқа уақытта мешітке бармайды. Себебі неге? Себебі айтатындар бірақ нәрсе, ешқандай мешіт жұмыс істеп жатқан жоқ. Аудандағы мешіттер жұмыс істеп жатыр. Мен айтайын дегенім тағы. Мына бір хиджаб деген киеді. Мына қыздарымыз, қазақтың қыздары. Осы мәселемен мен әкімшілікте жүргенде көп күрестім. Жап-жас қыздар, қазақтың қыздары болашағымыз біздің, аналарымыз. Қазақ қай уақытта, қай заманда әйелінің бетін жауып еді. Өздерің ойлаңдаршы, жауға шапса жанына бірге ертіп, бала шағасын сақтап, жанында жүрген қазақ аналарымыз, апаларымыз кимешек киген рас. Кимешек киетін, шашын қасын көрсетпейтін, дәретпенен баласын емізетін. Ал енді кішкентай 5 жастағы қыздарым ашқан қазір мешітке барыңыздар, топтатып оқытып жатыр. Бәрі өңкөй басына хиджаб жамылған қыздар, кішкентай қыздарды апарып топырлатып оқытып жатыр. Айналайын, қашамыз, керегіміз оның. Біз басына орамал келіншек болды. Әр дәуір өз дәуірінде болу керек. Қыз дәуірі болу керек. Келіндік дәуір, аналық дәуір, әжелік дәуірі болу керек. Аналардың. Олардың бәрін басынан аяғына шейін қымтап, басынан аяғына шейін орап, екі көзін ғана сығырайтып қойған қазақ кешуекте болған емес. Біз доғанда қарсымыз. Қаяққа бара жатырмыз? Айналайын қаяққа барадымыз? Осыған қазаққа, елге, бұл қазақ ата дәстүр салтына бір көңіл ашып қарайтын бұл мемлекетімізде адам бар ма, жоқ па? Осы бізді алаңдатады. Оның барлығы менің қолымнан жалғыз, халықтың қолынан келмейді. Осыны көпшілік болып, сол үшін сарқылдап, сол үшін өкіметтің басында, биліктің басында отырғандар бар ма? Осының бәріне. Жаңағы Алсабековтың, кімнің жаңағы Мұхамеджан Тазабековтың каналын көрдіңіздер ме? Каналын көріп жүрген шығарсыздар. Қандай ғибрат алуға болады соның каналынан? Қыздардың бәрін тұмшалап тастаған, еркектердің бәрінде, жап-жас балалардың бәрінде сақал, қауғадай қылған. Шаштары өсіп кеткен. Қандай бізге асыларына емес, мен асыларына деп айта алмаймын. Кәпірарына деп айтуға тура келеді, мысалы. Оны біз оған көріп жүргенімізде жоқ.